IT технологиялар саласын дамыту жолындағы тағы бір қадам 6 мен 8 жас аралығындағы мектеп оқушыларын IT технологиялар әлемімен таныстыру. Халел Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжіміз өркен мектеп лицейінің оқушыларына пандемия жағдайында IT технологиялар құзыреттілігі бойынша BB Skills жобасын ұйымдастырып өткізді. Жобаның басты мақсаты балаларды заманауи IT технологиялармен таныстыру және олардың цифрлық әлеуетін дамыту. Бұл құзыреттілікке бірінші сыныптың 7 оқушысы қатысты. Жақсы оқып сабақта білім алып туамын. Қызықты ойната мен бағдарламашы боламын. Язык высоких технологий без программ не обойтись. Программисты непременно легче делать ошибки. Бірінші модуль үй тапсырмасы. IT технологиялары туралы не білеміз тақырыбымен зерттеу балалар тапсырманы тақпақ түрінде орындады. Екінші модуль IT технологиялар әлемінің мамандары бағдарламашы. Бағдарламашы математикалық модельдеудің көмегімен компьютерлік бағдарламаларды және алгоритмдерді құрастыратын маман. Бағдарламашыларды салаларға байланысты үшке бөліп қарауға болады. Қолданбалы бағдарламашылар көбіне ойындар, есептеу бағдарламалары, редакторлар мен мессенджерлерді қамтамасыз ететін бағдарламаларды жабдықтаумен айналысады. Олардың саласындағы жұмыстарға тағы да жүйелі видео және аудио бақылаулар орнату, от өшіру жүйелері мен сигнал беру жабдықтарын жатқызуға болады. Алғашқы қадам компьютерлік ойындармен танысу. Жалпы оқушылардың компьютерлік ойындарға қызығушылығы 3-4 жасынан басталады. Екінші модульде компьютерлік ойындарға қатысты 7 негізгі құрал саймандарға. Олар тышқан, пернетақта, құлаққап, флеш жады, диск, ұялы телефон, дыбыс бағанасы сипаттамалар берді. Үшінші тәжірибелік модульде Counter-Strike компьютерлік ойыны таңдалды. Counter-Strike бірнеше пайдаланушылар мен немесе боттармен бірден ойнай алатын компьютерлік ойын. Бұл ойын бойынша көптеген турнирлер өткізіледі. Бүкіл әлемдік турнирларда бар. Сондай турнирларда қатысатын командалардың арасында Қазақстанның командалары да бар. Құрамында қазақстандықтар ойнаған командалар Gambit, Avangard, Astana Dragons және Virtus Pro. Жалпы ойын балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. Ойын арқылы бала өмірден көптеген мәліметтер алады. Өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Яғни, ойын арқылы бала білім алады. Балалар ойын барысында өздерін еркін сезініп, ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті арқылы байқалды. Барлық модульдер өлшемшарттарға сәйкес бағаланып, үздік маман атанды. Baby Skills чемпионатына қатысып жатырған кішкентай бүлдіршіндеріміз болашақта үлкен маман иесі болатынына біз сенімдіміз.